Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтой аясында әдеби-мәдени құндылықтарымызды жаңғырту, ұлтымыздың мақтанышы, ғұлама ойшыл Хакім Абайдың өмірі мен шығармашылығын жастар арасында кеңінен насихаттау мақсатында Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігінің тікелей басшылығымен Абай әлемі жалпыұлттық студенттік өнер фестивалі ұйымдастырылды. Фестиваль 2 кезеңде өткізілді. Алғашқы іріктеу кезең республикамыздың барлық жоғарғы оқу орындарында ағымдағы жылдың 30-31 қазан күндері аралығында болды. 2020 жылдың 4-5 желтоқсаны күндері Хакім Абайдың әдеби мұраларын жастардың арасында кеңінен насихаттау мақсатында Абай әлемі жалпыұлттық студенттердің өнер фестивалінің қорытынды кезеңі өтті. Фестивальге республикамыздың 61 жоғары оқу орнынан 257 үміткер қатысып бақ сынасты. Фестиваль Абай өлеңдері, Абайдың қара сөздері, Абай әндері, Абай әлем тілдерінде, Абай әлемі сурет өнерінде байқаулары бойынша жүргізілді. Фестивальдің ашылу салтанатын университет ректоры профессор Такир Балықбаев ашып, барша қатысушыларға сәттілік тіледі. Дарынды жастардың өнерін бағалау үшін елімізге белгілі қоғам, мәдениет қайраткерлері, атақты абайтанушы ғалымдар мен әдебиетшілер қазылық етті. Атап айтқанда, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Талғат Күзембаев, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері актер құрмет орденінің иегері Болат Әбділманов, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Батан Шаттық, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері профессор Гүлжахан Орда, Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері Әлімжан Хамраев, ақш-тың Кентукки университетінің визитинг профессоры Бақыт Алипова, Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің доценті Нұралы Адамқұлов, Қазақ радиосы Алматы студиясының жетекшісі ақын журналист Бақыт Құтпанбаев фестиваль қатысушыларының өнеріне әділ бағаларын берді. Қорытынды кезеңнің нәтижесі бойынша 36 үміткер озып шығып жүлделі орындарға ие болды. 5 желтоқсан күні фестиваль жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтіп, шара барысында әр номинация жүлдегерлеріне арнайы дипломдар мен ақшалай сыйақылар табысталды. Фестиваль шымылдығы Абай монологымен ашылып, Дара би тобының бишілері Хакім Абайдың әндеріне арнайы би композициясын ұсынды. Одан әрі көрермендер назарына Абай жылы Абай университетінде бейнеролигі ұсынылды. Түркі әлемінде жан-жақты аталып өтіп жатқан ұлы ғұлама, ойшыл, ақын, ағартушы. Сонымен қатар фестиваль аясында Абай әлемі сурет өнерінде байқауы үміткерлерінің үздік туындыларынан сурет көрмесі ұйымдастырылды. 6 байқаудың қорытындысы бойынша төмендегі студенттер бірінші орындарға ие болып, әрбір жеңімпазға 200 000 теңге көлеміндегі сертификаттар табысталды. Абай өлеңдері байқау бойынша бірінші орын иегері шет тілдері және іскерлік карьера университетінің студенті Ержан Искаков. Абай қара сөздері байқау бойынша бірінші орын иегері Нұр Мүбарак Египет Ислам мәдениеті университетінің студенті Данияр Кемербаев. Абай әлем тілдерінде байқауы бойынша бірінші орын иегері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің шетелдік студенттері Кристиан Оңтанга және Алели Оңтанга. Абай сурет өнері байқауы бойынша бірінші орын иегері Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Меруерт Ербол. Абай әндері байқауы бойынша арнайы музыкалық біліммен бірінші орын иегері Шабыт Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Бақытгүл Аубакірова. Абай әндері байқауы бойынша арнайы музыкалық білімсіз бірінші орын иегері Тұран университетінің студенті Бірлік Бекмұхамбет ие болды. Сондай-ақ әрбір байқау нәтижелері бойынша 2-3 орын иегерлері, Абай жүлдесі номинациясының иегері, дипломант атағының иегері, ынталандыру сыйлығының иегері қаржылай сыйақыларға ие болып, сертификаттармен марапатталды.